Аса мәртебелі көрермен қауым, атыраулық ағайын, кеш жарық. Бүгін біздің ата жұртта үлкен той, өнер мерекесі, жыр мейрамы, Иран ғайып әлемі. Бүгін бізде Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш өткен жазба ақындар жыр мүшәйрасының бас жүлдегері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының егері, халықаралық әдеби Алаш сыйлығының лайығы, көптеген гран-при сыйлықтарының меншігері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденді ақын драматург және Атырау облысы, Атырау қаласының мәдениет өнер саласына ұзақ жылдар беделіне әз хадари халінше адал еңбегін аямай сіңіріп келе жатқан, әрі 75 жасқа толып асқан қазақ ақыны һәм ақсақалы Иран ғайып. Және оның бүкіл саналы ғұмыр бойындағы өмір бақилық үзеңгілес, үндіс, ажырамас ахиреттік адал достары, Қазақстанның саңлақ өнер иелері Айгүл Қосанова, Әбиірбек Тіналиев, Еркін Шүкіманов, Ербол Есіндосов, Ақжайық Атырауға қош келдіңіздер деп қошемет білдірсеңіздер. Осынау ыстық ықыласпен қарсы алалық халайық, сахнада Иран ғайып. Қайырлы кеш туған жер. Бекер айтып тұрған жоқпын. Қазақтың жерін бөлуге болмайды ғой. Атырау, Қызылорда, Арқа деп. Сондықтан өзім әдетім бар еді, үйге кірсем де, түзде жүрсем де үйретіп қойған ата бабам, аласта шырағым, жан-жағыңды. Мына заман, жымперлердің заман осап бара жатыр. Аластап ал, содан кейін жасайсың шаруаңды игілікті деп. Аластан бастайық. Алас, 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 дұшпан қорған тор алас. Алас, 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 шырғалаңды жол алас. Алас, 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 алтыбақан алауыз бұлық шылығым алас. Алас, 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 қырық пышақ керауыз кежір қылығым алас. Алас, 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 бостан дүние зарға бодандығым алас. Алас, 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 қалық етпес қалыба надандығым алас. Алас, алас, алас. Рахмет. Бәрі бар менде. Бәрі бар менде. Адамға тәннің бәрі бар. Болмыс кенімнен. Не іздесең соның табылар. Қанымда менің қайғының құйған уы бар. Жанымда менің қуаныштың жиған балы бар. Жүрек бар менде, бауыр бар, бүтін өкпе бар. Өкпен қарайса өзегіңдегі өрттен шоқтамар. Адамға тәнін, маған да тәнін жарияғып сайраған тілдің жазығы сірә жоқ болар. Шөлде бар менде, көлде бар менде, орман бар, орманы күйген армансыз қой деп қалмаңдар. Күлемі сырттай, жылаймын іштей таңданба. Боламын кешше, боламын кейде пайғамбар. Жазда бар менде, күзде бар, қыста көктемде бар болған жақсы. Бар тегі көптік еткен бе, көрінгеннің көзсіз жетегіне де беретін. Тек хайуандығы ғана жоқ менде. Бәрі бар менде. Адамға тәннің бәрі бар. Демнің екі түрі бар мен білетін. Алар демің санатқа ендіретін, шығар дем шыбыныңды шырқыратып шындықтың шырағдан сөндіретін.
бірден әрі болғанда бірден бері дем арасы жантаның гүлденгені, екі дем Жәбірейіл мен Әзірейілдің адам атам атанған күннен бері екі дем, бір ілгері, бір кейін алды мен алар демге жүгінейін, шығар дем төкөрердей таусылған сәт құлшынып, құмсағаттай үгілейін. Екі дем, екі дүние, өмір, өлім, бірінен жеңілемін, екі оттың ортасында уағармап, жеңсем де, жеңілсем де еңіредім, жетеді, еңіремен, екі демге иемін тегінемен, екі дүние қызығын бірдей көріп, мұздай боп мәңгіліктің төріненем, өмір тозақ, диалман, өлім жұмақ, тозақ шырпыр жұмақтың денін құрап, тозағымды жұмаққа қимай жүдеп, жүргенімді кім білсін, менің бірақ. Ақыл қызыр бақ үшеу бірге жүреді екен. Ақыл-енсе қызырдармайды екен, қызырдаса бақ қонбайды екен. Үшеуі бір адамның басында болмайды екен. Үшеуіне жалынып атқаным. Ақыл маған енер болсаң аспайын, кірленбейін, кісесігін ашпайын, ендің екен қалтырама, қорықпа. Мен ақылдың шарасымын, басқа мен. Қызырмаған дарыр болсаң қарама, іші сыртым толып бітеу жараға, сүліктейін сорып сордай сіңірдім сара сөздің сабалтын санама. Бақыт маған қонар болсаң мүлдем қон, мәңгілік қоныл дөңменен бүлдіңмен, қодың екен жасынама жайрама, күнне мың күрсінгенмен, күлгенмен. Бірің еніп, бірің дарып, бірің қон, дінаман бол, мен де әзірге білімбен, қызығыңды қаратындей қайымдап, тірігіндей күркірейін үніммен. Күркірейін, күрмелетін шақта бар, жазылған жыр жүректерде жатталар, ақын ғұмыр көз жасындай домалап, уақыт кірпік қаққанша жоқ болар. Кер толғау, тейі қатты төзімім неткен темір еді. О, ғажап түсімде алғи, өңім семіреді, өкпеге айналып жүрегім, күліп еңіреді, есек кісінеп, сиыр боздап, жылқы ақырып, ит маңырап, қойылып, түйе мөңіреді. Теріс тірлік бірі жеңеді, бірі жеңіледі. Шағыну. Аквариумтарда ғұмыр кешкен балықтар, сор қайнаған бейшаралар, ғарыптар, сендерге ұқсас, тірлігі мен бірлігі, дүние кеңде қазақ атты зарық бар. Арқаланып айдарынан желеспей, жарқаланып қабырғаммен кеңеспей, жеміттеніп, жеке басқа табынтқан құл құрсаулы өмір еместей. Күн өткізіп, су тұйықта кілкініп, шерменденіп, шошисындар үркініп, қазақ та сол. Құрғармайды оны, жан тәніне бермей дамыл түртініп, суда тұйық, ауа одан да тұйықтау, аңдығанға түпсіз терең биіктау, тұйықтығы терең менен биіктің жанымды жеп, жүрек қанымды иттау. Тереңің де, биігің де тозады, соны сезіп, кәрі жыным қозады, мәңгіліктің мазарына мұнартқан, тозғын кейпім, керік бойын созады. Терең биік тар мененген иланымнан үйірледі иманым. Қазақ атты зарық бар,
О, балықтар, қашан халық болатыны беймәлім. Рахмет. Сіздерге қызмет етуге менің жаныма өмірлік серіктерім, бірге жүрген інім, інілерім, қарындастарым келіп отыр, қарсы алыңыздар. Сахнада Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Астана театрларының үлкен әртісі Ербол Есендосов. Қорқыттың монологы. Күндіз-түні құласып, жай таппайды көңілім. Медеуім тек табиғат, өлмесіме жар басық. Бұлайғыға тірлігімнің бәрі ерсі тәңірім. Ерсілігім білгенім, біліп тілдескенім тануға бәлкім. Сенің тәрбің, әмірің. Кем түйсініп азығам. Мүмкін сенің басынан бейнені хатын аласындай ғаламның жатырында 3 жыл жаттым анамның. Әуел бастақ маған қиматым 9 ай, 9 күншілік шарана ғұмырын адамның. Бұл дүниеге келмей жатып, сыймадым. Мен келерде ай менен күн шағылысып, аруана тіршілік күйісінен жаңылысып, ауа қозданып, қараспанды буып алды. Топырақ базданып, қара жерді су алды. Екі аяқты жұмыр бастының зәре құтын ұшырып, салып тудым алаңда. Мен келген соң, сескенді ме, ес көрді ме затымды, қорқыт қойды ел атымды. Жә, тоқтат дүние дабырды, көрмей көзің көріп алар менің өлген шақымды. Бірақ білік беленді білте құр, қорқыттың кім екенін жаратушы өзің болмасаң, о тәңірім, түсінбейді бұл тобыр. Өмір емес менің, өңімдегі көрген түс. Көктерінде сен жалғыз, жер бетінде мен жалғыз тәңірім. Ой, қанатым жоқ, шалмайым, санам жеткенге шамам жетпей, қайғыдан қан құсардаймын. Неге мені бұлай сынай жараттың? Сен не дейсің, тәңірім? Мен не деймін? Дегім келген соң дей алмай ішіне тыңған пұшайман, рухани кедеймін, һәм кежірмін. Кежірлігім туа бітті түмше көр соқыр, хайуан санатпен де біткенің түзелмеске құлдилап кері кеткен емес пе, тәңірім? Бірі сені бар дейді, бірі сені жоқ дейді, тәңірсіз де қарным тоқ дейді. Арғысы, тәңірің не тәйірі, Будда дейді Құдай, бергісі Құдай Яшуха Машияха Иисус дейді. Машайық император Понтий Пилат пәлекеттен қашқан. Бас-басыңа аспан, бас-басыңа Құдай. Құдай жалғыз сен емес пе, тәңірім? Сен деп елден қуылып, қыл арқансыз буынып, ит рәсуәті шыққан мен емес пе, тәңірім? Бұл аз десең, ел басқарған еп, Құдай ішіп жеп. Неге Құдай көп? Едіреңдеген ерен, кердеңдеген Құдай. Неге бұлай, тәңірім? Бұлай болса, сенің хақтығыңнан
Менің сенің алдыңдағы ақтығымнан не қайран? Неліктен ағай, сығай, шеттерігінен құдай? Үндемеймісің? Дым демеймісің? Олай болса, сен де бірсің, мен де бір. Біріміз жоқ санатты, біріміз боқ санатты. Демеймісің? Дым демеймісің? Бірдеңе десеңші, Тәңірім. Десеңші, Тәңірім, десеңші. Көзімнің жасын көл қылмай уайып жесеңші. Неге бұлай, неге тұнық қылай, неге жалған құдай? Демеймісің? Дым демеймісің? Олай болса, сен де бірсің, мен де бір, ит те бір. Тірлігімнің түбі өлім, біріміз тәңір саналы, біріміз қадалдықтың харамы. Мен демеймісің? Дым демеймісің? Олай болса, енді маған жүрмейді шәмірің. Бұданыңнан бостан қыл, бір жолата мұтынайна. Мен де мұтам сені, бұдан бұлай, өзіме өзім, Құдай! Желмаяның кері құйысын күйек қылған қобызым, әй ортекенің мүйізін тиек қылған қобызым, бес тайғырдың құйрығын шек қылған қобызым, әй қобытқына құйтаға қобызым саған сыйтабақ, әй бағына мәнсіз мазмұнсыз, мына жалған фәнейдің түп елесін район. Ал дүние, ойнадым, күлдім, менің жоғым білдім. Жыладым, сықтадым, жалғандығым ұққан. Іштім, тыштым, құйрығымды қысты. Қорқыт деген неме? Тек келіп, тек кетті деме. Ербол Есендосов. Мың мен жалғыз алыстым, кінә қойма, Абай. Мың мен жалғыз алыстың, кінә қойман, мұңың бар, арманың жоқ, мұны дойлан. Шар құрды шыбын жанын шырқыратып, ұрпағын күні майдан, түні майдан, шаң қаптым көшің ұлылетем деп, тұтықтым түрленсем деп, түлісем деп, қалам тартқан қазақтың бәрі мықты, майырдың мықтылармен тіресем деп. Жанға саяз деген аябасқа, епшілігі табылар даярасқа, қалам тартқан қазақтың бәрі ақын айналды. Аямасқа үнім үшті, жағымда қарсып жүр, жүдеді жүлдалмады жарысып жүр. Мың мен жалғыз алсаң, арманың не?
меніменен өңкей нөл азғып жүр. Шала. Жан жарасы асқында жазылар тән жараса. Дүниені қара бастырды адамзаттың қаласа. Түтінне ұстаған бәрі шала тірліктің, тыңыр басқан күстабан, күні қараң бірліктің, іште төртеу шалағай, сыртта алтау алауыз, өлетұғын баладай. Қайда лағып барамыз, шонтық шолақ белсенді, шала құдай әлі күн, көтертпейді еңсеңді өптеп көңіл жарығын, жалпасынан өседі, желкесінен қиылып, атқа мінер кешегі, бүгінде қамшы үйіріп, тағырады жылама, жағында ашпа үндеме, ертеңіңді сұрама айналғандай мүрдеге, күннің соқыр кереңі, жер мылқауды сымау, қайталана береді, қасіретің осынау. Күшін қозға миыңның, қор болған жауым алып, басқа түсер қиынның бір амалын табалық, артымызға майланған, құтылалық шаладан, құртуға әбден айналған, арылалық наладан, шала таным сананың тіккен туын құлатып, ашты ажал аранын шала жансар уақыт түбімізге жетеді. Шала пісті шикілер, іс қылар ма жетелі, шала жүйке күйкілер, дүмше жалған даналар, шикі шала көсемдер, жарты кеш ой шалалар, бүтіндіктен есендер, жылмыңдайды не түрлі, шала майлы қалақша, пайым парқын кетірді шартық сауда шалақша, шала сауат білімді, жез жекініп темірге, шала орта білімді, шала шарпы өмірде, шала сұрақ жауапты, шала пиғыл жарамас, шала обал сауапты, шала ұйқылы шаламас, өлі құдан оянды, құныс күдік қаншама, жалған өмір баянды, шошынтады шалшала, ұшырады үрейді, надандықтың таласа, теспей теріндірейді, қам жігіттің шаласы, бастауыңды шегендеп, тұнығыңды лайлар, бас еркіңді көгендеп, құдайдан да бұлайлар, сессе осал жеріңді, селебесін сұғады, шала қазып көріңді жарға итеріп жығады, сау қалмайсың сұқтанса, қиылады өркенің, құйтырқысын ұққанша қой бастаған серкенің, әдетіне басады, орандатып бітіріп, қайқы пышақ қасабы, қақпа алдында күтініп, шын аязда шала көп, ақыретті азапты, шалғайынан ала кет көрсең, шала қазақты, шаласының мазасы, кетсін көз алайып, иттің де адал тазасы, жақсы емес пе, қалайық, шала күйден жерінген, шала күйек төлгеміп, қалай шала сеніммен, күнелтеміз ел болып, туды шала толғақтан кемтар, ғарып сәбейлер, шайқалды зор салмақтан, қызыл үйлер, ақ үйлер, тарих шала, тіл шала, ділсіз адам ба, не көрінді мұншама, заңда шала, заманда, аспан шала, бұлт шала, жерде көкте солмасын, халық шала, ұлт шала, қоғам шала болмасын. Желтоқсан оқиғасын білесіздер баяғы. Желтоқсандықтар халық үшін қанын қиғандар, жанын қиғандар, ар иманын адал жиғандар, тірілтіп қазақ рухын тәуелсіз тостағанын толтырып, тостағанына толтырып қанын құйғандар. Мұны мен бекерге айтып тұрған жоқпын. Сол өткен желтоқсанның
тірі куәгері, соның зардабын тартқан Әбелбек Тіналиевті композитор алдарыңызға шақырайын деп тұрмын. Соның алдында желтоқсаннан кейін деген өлең оқып берейін. Мылтықсыз халық, қылтықсыз балық, жеу оңай, сөнген өрттеймін, тұяқ серпеймін. Қайран-ай. Тіналиев, Әбелбек. Ölür, balalar gelir, analar verir tırşılık. Güllenir dala, türlenir kala, dudakka жаңа bir şoğup. Toңдырды meni, toңдырdı seni, желтоқсан желі ызғарлы. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Солдырды гүлді, оңдырды нұрды, көңілде мұңды із қалды. Желтоқсан желей, желтоқсан желей, желтоқсан желей ызғарлы.
Кештеріңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау жұрты. Еліміздің бір пұшпағы, еліміздің бір бөлшегі. Ортасынан үлкен ғалымдар, ғаламаттар, азаматтар өмірге келген, елді жерді көркейткен елдің ұрпақтары. Ассалаумағалейкум. Сол ұрпақ біздің үлкен азаматтардың мақсат мұраты, еліміздің мақсат мұраты, тәуелсіздігіміздің тірегі. Иран Ғайып ақынның ұрпақ жайына келетін болса, ұрпақ жайында жар дегенде жалғызы болған, Мұнар деген кішкентай баламыз болған. Жалғызынан көз жазып қалған ақын төмендегі әнді өмірге алып келген. Бүгін ақынның ұлы мерекесінде өздеріңіздің алдында қуанышпен келіп отыр, жаңалығын бөлісіп отыр, шығармашылығын бөлісіп отыр. Баламызды бір еске алайық. Мұнар, әні сөзі Иран Ғайып. Жамбоздықтың шартымы жалғызыма өнеткенің, тастап кетіп артыңа нақақ еңір еткенің, әлди ұлым, әлди ай, әлди. Жемісіңді көрмедім, жайқалмады-ау желегің, құрғамастан жөргегім, жер бесіккей бөледім, әлди ұлым, әлди ай, әлди. Қарап қабақ қасыма қош айтады адамдар, қимас өмір осы май, бұл итіңде не мән бар, әлди ұлым, әлди ай, әлди. Ғұмырыңның шолағы есікпенен төрдейін, бар қызығың обалай, бесікпенен көрдейін, әлди ұлым, әлди ай, әлди.
толды жасқа етегі кім бар кім жоқ кепкенше әлдилеумен өтермен басым жерге жеткенше әлди ұлым әлди мұнар Рахмет саған менің кіп-кішкентай алып тауым. Жарым менің. Ағайын, ажал адам таңдамайды ғой. Байсың ба, кедейсің ба, жассың ба, кәрісің ба, және ешкімнен сұрамайды. Бірақ біздей пенде соның қасіретін шегеді ғой. Сондықтан осы ең болмаса бергі тілеуіміз, халқымыз аман болсын, еліміз аман болсын. Осында отырған атыраулық көрермен аман болсын деп ішімнен тілеп отырмын. Төрт құбылаларыңыз түгел болсын. Оралда ғайыптан тайып, мен өзі әкімге онша жақын адам емеспін, Нұрлан Асқарұлы деген жігітпен таныстым. Акиматтың сыртында. Содан дос болдық. Өлеңді бүкіл мәдениеттің ойы қырының бәрін менен де артық білетін жігіт екен. Дос болдық екеуміз, арақашықтығымызға қарамай. Сосын кенеттен Асекең әкесі қайтыс болды. Алматыда естіп бірден самолетке мініп барып, әкесіне көрсеткен қалай жерлеген құрметін көрдім. Ойландым сөйтіп келе жатып, ей, сенің де әкең өліп еді ғой, сен осында қызмет жасай алдың ба, жоқ жасай алмадың ба? Сен оның 44-інде көрген баласы едің ғой жалғыз. Әкеңе не жасадың сен? Сөйтсем әріне қолынан келгенін жасайды ғой әркім. Мен әкеме өлең жаза беріппін. Бір тәлімін алдым. Одан кейін Оралда фестиваль жасады. Осында Мұқанғали деген режиссер бар. Соның басшылығымен 5 күндік театр фестивалін өткізді. Сосын осы Атырауға көшті. Осы залда 10 спектакльге фестиваль жасадық. 7 күн бойы Атырау жұрты сол пьесаларды, спектакльдерді қызықтады. Соған алғаш көргенім есіме түсіп, ой шіркін-ай деген азамат інім Нұрлан Асқарұлына өлең жазып едім. Соны оқып берейін. Бұл өлеңді оқудың алдында, осы Нұрланның арқасында, жаңа Мұрат досымды айтып жатырмын, дос болдық деп, ірі қазақтың болашағы керемет талант жігіттер жұмыс істеді. Осы соңғы 2 жылда үлкен қазаға ұшыраппыз біз. Шапай ағамыз дүниеден озды. Бірге 10 жыл қазақ әдебиетінде істеген қазақтың ұлы жазушы десем қателеспейтін шығармын, Рахымжан Қасымғалиұлы Отарбаев. Осы театрдың директоры Берік Сұлтан деймін, Берік
қойшы қолыным қайтыс болыпты, келінге барып қолымды босатып көңіл айтып шықтым. Осы азаматтардың арты қайыр болсын. Қазаларына ортақпын. Аман болыңыздар. Ой, шіркін-ай, азамат інім Нұрлан Асқарұлына. Туған жер жүргөгім жасырайын есіммен, Ақжайықта көргенім тандырғанда есімнен. Сыя жазмыш бұйрықтың бәлкім зәру, қазалық қан тағында биліктің отырды ол озанып, тұлпар түрін жасырып құбаты бөл күріңдей, отырды ол тасынып, әкіммін деп шіренбей, жұмсақ жылы күткені, қазақидей жұпыны, бейне қаймақ сүттегі бүкіл болмыс бітімі, жиған ойы бойына, бар құнарын даланың кескетті ер сойына, бек қызығып қарадым, алтын күрек желдейін жамсап, қарғын қанымда, қатып қалған көндейін, жібіт ақын жанымда. Еті тірі тұройнап, еместей шылқымай, ұлт мерейін шырайлап, ой, шіркін-ай, шіркін-ай, көшпенді ақыл санадан, піні ертеңі қаламның, туған ата-анадан, баласы екен адамның, баласы екен, панасы мендей көпті кебіңнің, өбегіне қарашы, көзіндейін көңілдің, өзіндейін өмірдің. Артынша Атырауым деген өлең жаздым. Атырауым, абыз алыбым, айнымас алтын қалыбым, ұжымаға еніп табиғи, әз болмысыңды таныдым. Өзімді бейне көзіңнің қарашығындай сезіндім, қызыр киесіндей дарыдың ғайыби өлең сөзімнің. Аңсар шөлімді басып қандырдың, күмән күдігімді әдірем қалдырдың, өлген сезімдерімді дүрлеп тірілтіп, өшкен үміттерімді үрлеп жандырдың. Үзігін жалғап өмірімнің, қызығын талғап көңілімнің, түскен еңсемді тіктеп көтеріп, мен едім, мен қылдың. Ақын туғаным жалғыз айыбым, таппай қор жырым лайығым, қақтады тұл жел өтіне, сыр бойым иран ғайыбын, шапқан соңысым насырға, өкпартқан тағдыр тосынға, халық екенбіз, шын халық қазақ екенмін расында, қазақ екенмін руым, ай бағып қасқырылуым, өне бойыма тұтас сіңірдім, ұлттық қанымның топырақ жылуын. Иншалла, соңы Абайдың, жалғасы Сүлей Сүйінбайдың, жоғалып кетіп табылған бейбарыс жазымыш сиындаймын. 70-ке жетпей, күрмеліп, күрсініп келгем күңіреніп, өңімді түсімдей күн көштім, байған күнде ерленіп. Мың алғыс, бәрі-бәріне, мағына мазмұн мәніңе, жүрегім соға бастады, жаным кіргендей тәніме. Атырауға келіп жүргенде мен бос келмедім. Мен де тірі пендемін ғой. Осы көптен бері осы театр, Махамбет атындағы театр академиялық атты ала алмай жүреді. Ойлап, сол кездегі қоғамдық қатынастарды өлшеп, мына осындағы інілеріме ақыл қостым. Сүйінбайды қойыңдаршы. Сол кезде академический театр аласын деп. Академиялық театрда отырмыз бүгін, соның арқасында. Қол шапалақтап. Осы дүние жүзінде қазақтар көп болса екен деймін, осыдан кейін. Бүкіл дүние жүзінде тек қазақтар тұру керек сияқты маған. Әсіресе атыраулық қазақтар. Неге екен міне оқиын. Адамзат жан жарасын емдетуге
Қазақтар көп болса екен жер бетінде. Табиғат айналуда, кергетуге қазақтар көп болса екен жер бетінде. Көздің жасын кейгелдер көлдетуде. Қазақтар көп болса екен жер бетінде, жетім менен жесірді еңіретуде. Қазақтар көп болса екен жер бетінде, еркекті еркек, әйелді әйел жері кетуде. Қазақтар көп болса екен жер бетінде, бар ғалам күллі әлемді тербетуге. Қазақтар көп болса екен жер бетінде, екі бірдей дүние келбетінде. Қазақтар көп болса екен жер бетінде. Енді бір үлкен қуаныш бар осы атыраулықтар үшін. Біздің жазушылар одағы қараудан қалып еді. Қазір жақсы төраға келді жазушылар одағына. Жан кірді өлі денесіне жазушылар одағының. Ол жігіт Мереке Құлкенов, осы атыраулық. Қай жылы екеуміз келіп кеткенбіз осы өлкеге. Сонда ауырып жүргенімде мына өлең жазып ем. Сол Алланың құлағына жетті ме, қазір төраға болды. Құда қаласа келетін болу керек сіздерге. Құтты болсын төрағаларыңыз. Атырауға жеткенде әруақ шақыру. Мереке ініме тастағы жазуындай баяғының, өмірің өнеріңде аяныным, сен болсаң Атыраудың мерекесі. Мен сырдың Иран қайып саяғымын. Сен жігіт 70-тегі елағасы, 70-ің жамбоздықтың баламасы. Мен шалмын, қарпумнармын 75 жас, екі бірдей дүние шекарасы. Ауасы да емес пе ентігіме, жанының айғардай дертіміне, Исатай Махамбетше сүйенісіп, уай ерімай, кеп тұрмыз ер түбіне. Тәуенді күндерімді батырайын, тәуелсіз таңдарымда тұрайын, Атырауым қызырдар бақ қонғаным ақырмай, әруағымды шақырайын қам жұртым, құлпық шыдам, күйіненсін табиғи түрк ислам, жан бітіп естен таңған абай жырға, оянсын далам өлі ұйқысынан. Аумин. Сақынаға Ербол Есендосов шақырам, Құнанбайдың монологын. Қарға баласына пағым, кірпі баласын жұмсағым дейді. Болар ел, болмас ерінің бұзақы қылығында қылмас айып. Бас жарылса, бөрік ішінде, қол сынса, жең ішінде. Жүрегі жалын сөзіміз абай сынды да бір ғайып. Жүре бермеуші ме ел ішінде? Аласымыздың орнына Алла тағала берген асатаяқпен артымызға тыным алғызбай түртіліктей беретін өзіміз. Қарны тоқтың қайғысы жоқ. Ашқарақ бала жылауық. Тірлігімізді көшкен бұлтқа беріп, бірлігімізді басым ұлтқа беріп, ірілігімізді пасық қыртқа беріп, басты сыйламай, ұяттымызды бұтқа беріп, жанды қинамай, тұяқтымызды жұтқа беріп, асылды жасықтан жасқантып, пасыққа дүйіп елді басқартып, өсек теріп сөз аңдып, ертелі-кеш етекпен ерсі қисайған ауыз бағып, әуемен байланып, мақтамен бауыздалып, адамилықтан шығып, хайуанилық қайналып, өліміз ақыреттігімізді, тіріміз киер киімімізді сарттан алып, сарттың егіні шықпаса, жемісі өнбесе жігеріміз құм боп, аштан қатып, хаққа налып, кемел толғанып, келешегімізбен тілдеспей, келелі елдің құлы күні құрылымда күн кешпей, жиған малын әкесі баласына қимай, қатыны байынан айылын жимай, адалды айырбастап, хараматтап, кішісі үлкенін балағаттап,
тоқалғатындай өр, кеселдігістей ер, кедейгістей кергел, әркеттей еріп сүттей ұйымай. Өлі қойдың тіретіндей өз терімізге өзіміз сыймай. Құр күпініп, бос мақтанып, сұйылып, сиыр құйып шақтанып. Соры қайнағанды жақын тұтып, бағасқанды жек көріп, кірпідей жиырылып, жылқы көттеніп, ел болып. Не оңар екен біз, а? Үй! Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін дейді ғой Абай. Кім жазады өлең жетіскеннен? Көр соқыр көбін адаммен кетіскеннен. Көкірегімді көз жасым жарып шығар, тағдырымнан таяқ жеп бетіскеннен. Жазар өлең көңілдің тоқтығынан, қонақтарыма төбеге тек тығыран, қара басып қалардай қан жұтамын жомарт әке. Мәрт бала жоқтығынан, күн қарайды қылымсып, көктен арбай, аяшына тұтылып кеп қалардай. Құнанбай жоқ, Абай жоқ, аза тұтам, аздан кейін қазақта жоқ болардай. Жүрек байғұс, жандымығар қалай шыдап, кептелерді көңілге талай сұрақ, шыға келді қазағым бірақ күнде ақын сырап. Ой Аллай, Абай сырап, үлкен дабай деп жатыр, кіші дабай, Абай деп қасынады қышымадай, бейне бір шыбын жанын пейдеткендей, даңғойдың лауазыма үшін Абай, шырмалған құрметпен бос елеске, түседі қара сөздің көсемеске, Абайды айтқан Мұхтарды Мәскеу қуып, қаңғыртып жібергені кеш емес пе? Маған да талай таяқ тигенсінді. Қанатым қатпай жатып күйгенсінді. Көріп қайран қаламын той төрінен, кебінін Абайлардың кигенсінді. Абайды жазып, иттей талағанда өлгімде келді менің. Құлпытасымды жазып қойдым. Құлпытастағы жазу деп, содан ұғарсыздар мен қандай қалде болғанымды, Абай жазғаным үшін. Келген адамға көрсін деп, құлпытасымдағы жазу. Менен өткен өліксің сен. Өліксің. Өліктігің жоққа бардай жеріксің. Тамықтағы қапыл ғұмырың 3 ғасыр жақилдіктің қосын жегіп келіпсің. Күйе жағы барың адам атыңа, затыңа кір түсіріп қазақ деген атыңа, ал ауыз боп өзің көр қазып, өртеніпсің бақастықтың отына. Өліксің сен. Өліктен де әрісін, өліктігің намысың жоқ, намысың біл болудан, құл болудан танбайсың қыл өңешпен, қуғарының қамышын. Туа шөгіп тумай жатып өлгенсің, тәніңді аяп жанды жалға бергенсің, өле жүрегіңді жын басып, ұятыңды жүн жүрқаға көңбелсін. Өліксің сен. Өліксің сен, өліксің. Өліктігің өлерменге сеніпсің, кім көрінген көрпеңді аша аймалап, күш асқанның қойнына еніпсің. Өліксің сен. Өліктен де бетерсің, өлік күйде өтпегенден етерсің. Күмәнім бар, батқан күнің шығарма. Ай, қайдым-ау, тіріле алар мекенсің. Ажал сайлап тұрғандай ай балтасын, анадан да мынадан да қорқасын. Бұға берсең, суға берер сұндығын, топастықтың тауқыметін тартасын. Табаныңа тікенеге қадалса, бодандыққа бас шұлғыйсың наданса, онсыз да сен өліксің ғой, өліксің. Bir күн өмір сүрмейсің ба адамша? Кісіліктен тағылым жоқ сағантық. Мәңгүрт қалпың хайуаннан нең артық, қорқаулыққа қор болғанша, құрып кет жер бетінен тұқымың жоғалтып. Менен өткен өліксің сен, өліксің.
оймен бойдан кеткен есіл еріксің, әрі соқыр, әрі мылқау, таскерең, тірі өліксің. Өлік байқұс, нені ұқсын? Өліксің сен. Менен өткен өліксің. Осының бәрі Абайды зерттегеннен, Абай жоқтағаннан ағай, неріккеннен адам осындай дәрежеге бармайды ғой. Өйткені Абай десем, не жетпеген деймін, Құнанбайдың баласы, байлық деген мыңғырған, бәленбай қатын алған, не жетпей зарлады сор ойнаған. Абай десем, біз бір қатынмен әрең жүрміз. Абай десем, есіме ер түседі. Қалың елім, құнарым жер түседі. Абай десем, есіме қазақ түсер, көрмелген ғажап түсер, күңіренген азап түсер қазақ десем. Абай десем, есіме тегім түсер, есем кеткен ескіге кегім түсер. Абай десем, қаранға қалық деймін, қайғылы, алып деймін қамаулы, жарық деймін Абай десем. Абай десем, есіме жар түседі, жүрек қаны көз жасы зар түседі. Абай десем, қаралы дала дедім, қасіретті нала дедім, жандағы жара дедім. Абай десем, сарғайған сана деймін. Абай десем, данышпан дана деймін. Абай десем, осылай күйдегенім, есіңді жидегенім, еліңді сүйдегенім. Сахнада Ербол Есендосов, Абайдың монологы. Піріміздің жаманнан аманы жоқ. Шыңған анбаймыз, өтірікке есесі кеткен жандаймыз. Жеке қалғанда демімізге нан пісет, топқа түскенде мұрнымыздан қан күсет. Аспанға ұшқанды аяқтан тартамыз, топырақ құшқаннан өлердей қорқамыз. Алыстан дорбалаймыз, жақыннан арбалаймыз, түйе күндіктенеміз, кері сүйеміз, қорынамыз, қорғалаймыз. Сыйынғанымыздың алдында қос аяқ қағамыз, сүйенгеніміздің алдында сиырша жорғалаймыз. Шенге келгенде жемқор жебір шығамыз, өнерге келгенде құнарсыз кебір шығамыз. Қомағаймыз, түйені түгімен жұтамыз. Қашқанды қумаймыз, қуса зытамыз. Езді ерлікке үйретеміз, кешшеге ел билетеміз. Сосын ер тоқымымызды бауырымызға алып тулаймыз. Шырық бұзамыз, шылбыр сүйретеміз. Нәпсісін тыйғанды қор дейміз, нәпсісі билегенде зор дейміз. Шыбық демей шыңқ етіп, үйде батырмыз, түзде қатынбыз. Несін айта берейін? Рахмет Абайға. Қолар отырыңыздар, енді қызып кел жадым. Меңзеу, барлық кие ақында, барла жүрек тереңін, атында емес, затында рухани қорығың. Жан дүниенің дінаман жалғандығын пайымдап, арылтады күнедан, ақыретіңе дайындап. Бар қасиет өлеңде бағалай біл бағамдай, ол кеткен соң әлемде мағына болмай
қалардай. Сақта Алла. Ішпеймас, жемей шолжаң, тоқтан сақта. Ұятар намысы жоқтан сақта. Екі құдай ел басына күн туғанда қадалған ту сыртыңнан оқтан сақта. Құбылма қоян жүрек, езден сақта. Қаралы қаңқы өсек сөзден сақта. Біріне бір жау боп, екі көзің өзіңді өзің құртқан кезден сақта. Сақтай көрген кегенше ел басқарып, құлаудан құлдилаудан жер жастанып, күрмеліп өз тіліңді өзің білмей тұрудан сақта Құдай. Жел бастанып, ақылдан абыройдан құрдан сақта. Керден қыз керек еткен ұлдан сақта. Қорғауға қор болмасын халық тағдыры, қалтылдап қыл үстінде тұрған шақта. Ақырып абай ішкен удан сақта. Бос толғақ шұбатылған шудан сақта. Ділсіздің қолыменен от көсеген мәуетек, мысық мінез удан сақта. Көргеуде жан дүниесі бостан сақта. Кемтілеу дұшпан шыққан достан сақта. Алжудан азғындаудан сақта. Дәңір жасынан пайғамбардың асқан шақта. Сақтай көр жалған нұрдан, бүлгөштенген, тістеніп рухани тілгескеннен. Сақта тәңір тігірге тұяқ қоймай, бір мәшіге екі әңгі мінгескеннен. Тәуелсіздік. Осы тәуелсіздік деген қалай болады деп ойлаймын? Тәуелсіз Қазақстанбыз дейміз. Тәуелсіздік Құдай емес пе? Құдайдан басқамыз бүкіл қазақ тәуелдіміз Алла тағалаға. Сонда Қазақстан қалай тәуелсіз болады? Ойланайық шағайын. Ой түзелмей, бой түзелмейді ғой. Тәуелсіздік. Сүйдім десем, беремісің келісім? Күйдім десем, беремісің келісім? Тәуелсіздік. Барымды жоқ еншілеп қайыршылық. Күйге түстім сен үшін. Сүйгендіктен босағаңдып жүргенім, жер шұқылап жетімсіреп күлгенім, күйгендіктен тер қалтап пілдердің теңгесінің сылдырына үргенім, сүйгендіктен ақын ғұмырын кешкенім, өлеңнен оқ қылыш жырдан қылыш кескенім, күйгендіктен шенқор жемқор жебірдің ығын есіп, ыңғайына көшпедім, сүйгендіктен тәж тағыңды міндесем, Тәңірінен безгендерді тілдесем, күйгендіктен кеш алмаймын күйімді, күнімді қайғы кешем, зар кешем, мұң кешем. Сүйгендіктен тәубе деймін осыған. Тауып мия тамған көздің ұясынан, күйгендіктен тамырымда қан тасынып жауар бұлттай, түнерем де басылам. Тәуелсіздік, сүйем сені, сүйемін. Сүйгендіктен тозаңа күйемін, күңіренткен құдіретің алдында таз кепешті тәу басымда емін. Айгүл дауыс. Айгүл дауыс Айгүл Қосановаға арналады. Айгүл дауыс халық дауысы. Жаратқан, астарына аптап алтын жалатқан, ән айтқанда айменен күн шағылысып, күл әлемді аузына қаратқан. Осы дауыс жанға атой салдырған. Осы дауыс жүректі атқа қондырған. Осы дауыс жар төсекті жатқызбай, жау шапқандай есімізден тантырған. Айгүл даусы, қазақ даусы ғаламат, ертегідей ертеңіне аманат, хайуани надандықтың зұлматы, аманатқа келтірмейік жаманат. Сахнада Айгүл Қосанова.
Келесі орындалатын ән Қазақстан Республикасының еңбек ері Илья Жақанов ағамыздың Еділмен жайық әні. Бірге қосылып шырқаңыздар. Көп рахмет. Келесі орындалатын ән соңғы кездері менің шығармашылық ән репертуарыма қосылған бүгінгі кештің куәсі, бүгінгі кештің иесі Иранғайып ағамыздың сөзіне жазылған Индира Елубаеваның әні Қазағыма деп арналады, яғни сіздерге арналады, қабыл алыңыздар.
ағамыздың сөзіне жазылған керемет ән. Құтты болсын аға. Қан деген не ол? Қан халықтың қалауы, арқалаған сенімін. Жыртығының жамауы, елі менен жерінің қан. Ұлт тағдырын шешудің кепілі, ең қиыны жетім менен жесірдің, көз жасының тыйымы қан. Өркениеттің су жаңасы, руханияттың ер данасы, жоқ жұрттың панасы, яки адамның баласы қан. Жемқор жебір жұтқынның қиямет қайым тауаны, сұм сұрқия жұтқынның заман ақыр жауалы, кісіліктің ұзаны, кішілікке күн айбын. Ұлылықтың құзары, және құлы Құдайдың қан. Одан басқа ешкім емес. Ал енді жаңа Айгүл біраз нәрсеге көзіміз жеткізді. Сондықтан кеуден шығып кеткенше адам ғашық болуын қоймайды деймін. Адамның өзі қартайғанмен көзіме әйтеу бір жер қартаймайды екен. Оның себебін айтайын енді. Бізде жас болғанбыз. Шатыстыра алмайтын не жезбен, не темірмен бір әйелдің ішінде алтыным бар көмілген. Шымын жаным шырылдап, сүйем, күйем, өртенем. Сол алтынды тапқанша кетпеймін мен өмірден. Сол алтынды тапқанша қазуымды қоймаймын. Қазғанымды зерттеп жазуымды қоймаймын. Үстім бітті гүлденіп, астым бүлденгенше бұрқырата беремін, тән қойнауын бойлаймын. Жасыңда ма, жоқ әлде кәріңде ме білмеймін. Түн етегін түргілеп батпайтұғын күндеймін. Сол алтынды тапқанша күзетінде тұрамын. Қасымды да қақпаймын, кірпігімді ілмеймін. Сол алтынды тапқанша өле алмаймын, өлмеймін. Жазмышыңа жазылған басқан бұйрық мөрдеймін. Өкшеңдегі жезіңмен, бөксеңдегі темірің қажет емес. Өзімнің алтынымды бер деймін, алтынымды бер деймін. Керек емес порасың. Алтын менің қаламға, ақындық көз қарасым. Алтынымды алам да, алтын көпір саламда, ғайыптана жалғаймын екі дүние арасын. Бір інім айтады, шалда махаббат боламады. Сосын не деп тұрсың, айналайын дедім енді. Сенің өзің қандай сұрақ қойдың, шалда махаббат боламады дейді маған. Көрдім талай санасызды, су айтты. Көргендігім көңілімтің айтты, талқысына түскен әбден тағдырдың шалда сезім болмайды деп. Кім айтты? Кім айтты оны? Кім айтса да ол қарып. Тірлігінде түк көрмеген көрмедік. Шал қуаты тақтайды қоз шоғына, түрме бұлттан шыққан күнде қормалып. Сұраңыздар шал отырға өсір деді. Тұлданады тәңіріңше асқақтай, құлданады кірпік қақпай, қас қақпай. Әйел күйек әлеміне енеді, бұқасына түскен тана баспақтай. Шал дегенің X, әрі Y. Жар төсекте қыстап салар қиғылық. Қорғасындай балқытып жан тәніңді 62 тамырыңды идіріп. Ал енді әйел қайда мұның деп сұрап тұрған шығарсыздар. Сұрақ туы мүмкін егер қанша әйеліңіз бар деген. Оқырманның сауалы. Бір әйелім қойында,
бір әйелім ойымда. Таусап айта алмаймын қалғандары жайында. Бірі жанымның дауасы, бірі тәнімнің хауасы. Жердің күнді сүйгеніндей сүйемін, жан отына үйтілемін, күйемін, үйткенімен. Оның ғажап, сенің ғажап дүние ғайыбым, сүйілмеген махаббатың әйемін дейді. Тағы да Ербол Есендосов. Адыра қалған нарынның теңіз деген суы бар. Жағасына жағалай біткен қамыс деген нуы бар. Еңіреген ерлердің жібектен желбіретіп ұстар буы бар. Хан ұлымен алыстық, қарсы тұрып шабыстық. Бізге біткен 5 еркектің буы бар. Адыра қалған нарынның жайық деген суы бар. Жағасында жары бар, қабағында қары бар. Көнбегенді көндірген, көн кемеген мінгізген, қынама бешпен кидірген, зәбірлігін тейгізген ортасында Жәңгір деген ханы бар. Қырлығында оба бар, шұңқырында қоға бар. Адыра қалған нарынның жыңғылы мен талы бар. Қонысы қонақ бергендей, жаясы мен жалы бар. Айтып айтпай немене, адыра қалған нарында бас пайданың бәрі бар. Қапыда кеткен дүние-ай, алақандай нарында ата менен ана бар, іні менен аға бар, қарындас халқым көп қалдау қатын менен бала бар. Жалғыз ұлы Махмуд Бекетай құмның ішінде жалғыз бір қалған сода бар. Ей, арқаның қызыл изені, басы күрдік түбарал, қыдырып шалар аруана, кәрісі кімнің жоқ болса, жасы болар дейуана. Бір сынаған жаманды, екіншілей сынама. Тіріде сыйласпаған ағайын, қом құйылсын көзіңе, өлгенде бекер шылама. Көшер еді-ау біздің ел, сонау еділден бергі тұрған жердейін, қонар еді-ау біздің ел, арқада қоныс шөлдейін. Ей, Нұралыдан қалған көптен тек, білдірмеге еді елімді, лашын құспен бір күт шайқаған шілдейін. Ашының бойы көк тоғай. Жайламас еді біздің ел, жері жаман сусыз деп, жабыдан айғыр салмады баласы оның сынсыз деп, базарға сатсаң пұлсыз деп. Балдағы алтын ақ болат, асынбас еді біздің батырлар, көкпелде сауыр қансыз деп, қабылан ерін жөнелтіп, елсіз қаңғып қалған шақ. Кім айтады бізді мұңсыз деп? Нарын, 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 қом нарын, қайран алтын құндағым, қиямет қайымға ласар, қасіретіңді жырладым. Нарын, нарын, гөй нарын, тағдырыңды ойладым. Ертең күнің не болмақ, мен әрқилы жайдамын. Азаланып ақырдым, арзаласып жатырмын. Имансыз тоң торысқа арзымасқа сатылдың. Қалдым заман жұтында, қашты бағым құтымда. Домаланып басым жүр, Ресейдің бұтында. Арғымағым сайлаулы, алдаспаным қайраулы. Амалым жоқ қайтейін әттең, қолым байлаулы. Ардақтаған асылым, іс қылады жасырын. Ақшай қаптап барады, қара көздің басырын. Қарға бұлбұл бағымда, аш құзғын хан тағында, өктемдіктен жарылып, өтім шапты бауырға. Қапалымын, құсамын, зорға құра құшамын. Шешетін кез келер ме аяғымды сауын? Қорлық көрді бұдайын, қайтып, қалай шыдайын? Қаралбасты басқанның, мейманасы тасқанның, қанатынан қайырып, қыр арқасын майырып, ғақыл етсе болмас па? Құдіреті күшті, Құдайым! Ербол, менің өлеңімді оқып жүрей. Тұратыр Мақа. Мақа тұратыр. Махамбетше, әкім емес, әлексің.
Tүйнек ұлы пәлексің, анаға 100 нағылет, атаға 1000 нәлетсің. Есалаңсың, есерсің, рухани мешелсің, қасіреті қалқыңның ем қомайтын кеселсің. Шенқор, жемқор, жебірсің, құнарсызсың, кебірсің, тек қарлық мен қалтыңның уайымын жегірсің, опат өмір өңішің, ел ұмасын емесің, ар иманнан ұяттан жұрдай жұтқын емесін. Түбі шекі шындықсың, тегі бірақ күндіксің, ең ұшынан жалғасқан, сыбайласқан, сұмдықсың. Отандағы ойланың, недендігін ойландым, сені адам қып жаратқан, хайуанға қайрамын, күл талқандап ұнтайсың, құйрығыңмен қымтайсың, көрің қазған қазақтың сұмырайсың, сұмпайсың. Бәрін айтта бірін айт, бәрі жанға жағымышын ғой. Алдымызда не күтіп тұр, бір Құдай біледі, жан қазағым деген өлең. Шықпастай қып, мәңгі саптан санаттан, мені өзің, сені Құдай жаратқан. Жан қазағым, таң ғажабым алыпсың күллі әлемді, аузына қаратқан. Тағдырыңның соғып тырнақ көбесін, қайғы жұтып қасіретте шегесін, құтты айып пайғамбардан аумайсың, 40 жыл бойы құрт жайлаған денесін. Біреу сырттан көз алартып қарайды, біреу іштен барыңдық деп тонайды, тәуелсіздік алдың әйтеу ақыра. Я, жарайды, жарайды, халқым менің, қақтығылы үйлесім, кейде олай, кейде бұлай күйдесің, енің тозып азбақ емес байтағың, мейлі жаман, заманаға күйлесін. Абай мейлі күйлеп бассын желігін, басып жойсын ертеңіне сенімін, сен өлмейсің, өлмейсің, сен өлмейсің. Сен тіріде, өлтіреді мені кім? Сен тіріде, тірімін мен, төрдемін, төбедемін, жана дөшіп сөнгенім, өлгенімді тірілтеді тербетіп, жер, жыр бесік, аспан, әлдей жөргөгім. Ағайын, бір жақсы нәрсе күтіп тұр біздерді. Мен бағана атыраулықпын деп бекер айтқан жоқпын. Осыдан 250 метр жерде біздің мәзанамыз жатыр. Осы жерде отырған Иранғайыптың әжесі. Осы бала туғанда атын осы өлең жазады, әдебиет жақсы біледі. Баласы Дауымшарға, Дауымшардың немересі Иранғайып. Мына шөберемнің атын Иранғайып қой деп, сол Құлсардан келіп тұр ағайын. Енді бір тілек, Дауымшар айтты, енді біз тоқтамадық халық өтіп тұрғасын. Біз кетерде жүзге келген мәзеже тілден қалған әт деді. Мен кешеден бері қан құсып, әйтеуір аман Иранғайып барғанша тірі болсын деп Құдайдан тілеп отырым. Сіздерде қосылсаңыздар осы тілекке. Кәні, Ағымнар деген қызым отыр мен, Мұнарбектен кейінгі. Ағымнар алып шықшы Иранғайыбыңды. Қайдасың? Азаматым. Ал мені. Мынау саған арналған өлең есіңде болсын. Иранғайыбыма, мен баламсың ғой сен. Кеңдігіне жерімнің қауырсынан жеңілмін. Қорғасынан ауырмын кемелдігіне елімнің. Мешкей боқты қарынға кескектердің сойындай, жемқор жұтқын залымға атылдым жай оғындай. Иранғайым балам үлбір үмітім, сарғайып санам сарсаң боп, уайымдаймын күні түн, халқыңның ұлы
болсаң деп. Ал енді осында жақын, жүрегіме жақын адамдар бар, менің әнім салатын. Соның ең бірегейі алдарыңызға шыққалы тұр Еркін Шүкманов. Екі ән айтып береді менің әнімді. Біреуі өмір деген. Заманбек Нұрқаділов 2000 жылы Алматыдағы Республика сарайында 1500 әнге мүшәйра жариялады. 5 номинация бойында. Соның 4-ші номинация домбыраға арналған. Соның гран-приін алған ән өмір. Сахнада Еркін Шүкманов, қазақтың халық әншісі. Өмірдің алды айқай, арты ойбай. Айқайға бастым ойбай, парқын ойлай. Жанымды қазір алсын, жағдайым жоқ. Ажалдан аяғымды тартынардай. Жастық шағында бақыт бағында ақшамаңдай атқан таңдай айқай өмір ғажапсың қандай. Тәнің тозғасын, дертің қозғасын, көшкен арман дүнияу жалғанау. Ойхой өмір азапсың қандай. Абылай абайдайын талайдан жоғалған жер бетінен қалай ғанау. Бермеген солар қопау жалған дүние. Өтіп кет өтем десең қарайламау. Қалсам қаламат жаным аманат, күндей байып өтер ғайып-ау. Айқай өмір ғажапсың қандай, азапсың қандай. Армысыздар, Ақжайық елінің ағайындары, халқы, туысқандарым. Бүгін Иран ағамыздың осы шығармашылығымен ат басын бұрып Ақжайықтың жағасына келіп жатырмыз.
Келесі тыңдайтын әндеріңіз Иран ағамыздың «Қара тентек» деген әні. Соны орындап берейін, қабылдаңыздар. Шындықты айтқан дос болынамау, көңілде доссыз өткені қош боламау. Ауылдан атарытып келген едім, саяқсып сыймай жүрмін, Астанаға ай. Қайрансар анам-ай, көңілдің алаң-ай, аңсаумен өтірмей, армандау балаң-ай. Жайланған Алатаудың етегіне, байландым жалғыз ұлдың жетегіне. Қанаты сынған жырдың сұңқарыман, жете алмай қалған атау мекенінің ай. Сарғаям сағанып, шалдығам шағанып, ақырын күтімен Тәңірге табынып. Кел алмай тағдырыммен келесімге, тірліктің көрдім оңыны терісінде. Басынан дау кетпейтін қайда барсау, атандым қара тентеге ел ішіндегі ай. Мен қара тентегің, мұңымдау шертемін, осы әнмен шектелеп бітермей ертегім. Осы әнмен шектелеп бітермей ертегім. Ағайын, шын сөзім, мені сақтап келе жатқан осы еркінім, әбербегім, айгүлім, Есендосовым. Рахмет сендерге. Құтты болсын аға. Ербол Есендосов Қорқыттың монологын оқыды. Ербол Есендосов Құнанбайдың монологын оқыды. Ербол Есендосов Абайдың монологын оқыды. Ербол Есендосов Махамбеттің монологын оқыды. Енді
Иран Ғайыптың монологын оқиды. Ербол Есендос. Ұлан ғайырдаламыз жындай қоссын демесек, қатын бала шағамыз бордай тоссын демесек, бірімізді біріміз таяқтауды қоялық. Өлемес біз тіріміз, тас төбесін оялық. Ағайынды шөек, бір атаның баласы, тонап жатыр мүшелеп, оң солына қарашы. Жегі сөйлеп жатарбап, қотанда қой қалмады, көз алдында отарлап, келімсектер жалмады. Төрт түлекті толайым, талғамастан жұтат, турасын айт ағайын, қасақ бұдан не ұтат? Жабыдайын жүгендеп, жайдақ мініп алмас па? Жаны барды түгендеп, жерге қолын салмас па? Нарық сұмға опынып, болғанымен көнуге болмас қарап отырып, тұяқ серікпей өлуге. Бір күндік жарық. Бір күндік жарық табын алмаймын саған мен. Табиғаттаспын бүткіл болмыс күллі ғаламмен. Тарғадалман кеудемде жанған шырағым сөнеді екен деп, таусылады екен деп алар дем. Бір күндік жарық, кең жаймақ даңқ құлашын, бұлбұл мен дүлдүл сұрасын, хайыр жыласын, жүдесін сайрап, жатасын ойлап, жабығып, мен сенен рахым тілемен күтіп расым. Бір күндік жарық, сен мен менің бағам бір. Сәуленге сәттік қалайша сонда болам құл. Ақын дегенім, жақын дегенім Құдайға, дүние жалғанның түн кеудесінде алаң жүр. Бір күндік жарық, жанымды тербеп нұрларың, ғажаптығыңды, азаттығыңды жырладым. Өмір мен өлім, тірліктің тылсым егізі, екеуінде сүйдім. Бірінде нала қылмадым. Мен де ғажаппын, мен де азатпын, жарығым, түскен түнекті қып-қызыл шоқтай қарыдым. Өлшем көрмеңдер, өзек өртті ақынға, көрдің бесігін, пенденің табыт қалыбын. Күйін кешумен бір күндік жарық қарықтың, батқан соң қайта шықпай ма күліп алып күн. Ақын өлмейді, өлмейді ақын еш уақыт. Жүрегіндегі жарық сәулесі ол халықтың. Халық дегенім күнеме енді немене? Күн сөнбегенде жарық сәулесі сөнеме? Бір күндік жарық әмсе әңгүдік ажалдың әңгір таяғын ойнатпа ұдай төбеме. Ойнатқаныңмен ажалыңнан мен қорықпан. Қорқада қорқа жаным мен тәнім зорыққан. Жасатайымда жалғыз ұлымнан айырып, көмекейіме қорғасын құйып қорытқан. Тіршілік жайлы өзгерген түптен ұғымым. Кешегім менің, ертеңім менің бүгінім. Өз орнымдамын, әз ортамдамын қашанда. Ұзын болама, қысқа болама ғұмырым. Бүгін өлем бе, ертең өлем бе тартулы, нар көтер алмас, тағдырдың жүгі артулы. Бір күндік жарық, бір жасап қалу үшін жарам сақтанып жалайын мен, қалай артыңды? Құдіреті күштінің ғаламатына қанықпыз. Екеуміз бірдей, күн анадан қуат алыппыз. Сен аспан аруы, мен жердің зәруі, қос мұңлық, бір сәттік сәуле, бір күндік қана жарықпыз. Нұр шуағың бар, жан шуақты өлең жырымда, дәйім асықпын, менен қашық бол, бұрылма. Өліп қалар деп сен маған аяп қарама, өшіп қалар деп саған бәйекпін шынында. Бір күндік жарық, жоқсында сенен ешкімім. Өліп көрмедім, әзірге сен де өшпедің. Сен өшсең егер, менің де мәңгі өлгенім. Мен өлсем егер, сенің де мәңгі өшкенің. Қадірлі болған халқың үшін теріңнен, маңдай теріңнен айналдым, жаным айналайын. Мен енді мына халқыма, сендерге, Ерболыма, Есендосыма, Әбиүлбек Тіналиевыма, Айгүл Қосановама, Еркін Шықмановаға,
аманатым тапсырайын сіздердің көздеріңізше. Бітіп қалдық мінекей. Ал дүние, аманат, аманат, ұрпағым саған аманат. Әз табиғи заңдылығым, мәңгілігім аманат. Адам затым, қазақ атым, азаматым аманат. Асқар тауларым, бақша бауларым аманат. Өзен көлдерім, барқыт белдерім аманат. Бейбіт ұшқаным, қыран құстарым аманат. Оңтүстігім, солтүстігім, батысым, шығысым, төрт құбылам. Арқам, атырауым, торқам, топырағым аманат. Көк байрағым, көк тәңірлі, көк бөрілі, аймағым аманат. Жебер, Құдай шебер, ерім аманат кемел. Асыл мұратым, жеткен адал еңбегім, еткен аманат. Бостан азаттығым, тәуелсіз қазақтығым аманат. Арғы ғұн тегім аманат. Қасса қалықтығым аманат. Алыптығым аманат. Ұланғайыр жерім, рухани зайыр елім аманат. Жарық күнім, дәстүр салтым, ана тілім, алтын, қалқым аманат, қалпым аманат. Қалың нуым, ауам, отым, суым аманат. Аққу қаздарым аманат. Гәкку саздарым аманат. Тағдыр таланым, жазымыш жазғаным аманат. Бұлбұл сайрағаным, гүл-гүл жайнағаным аманат. Төккен маңдай терім, кепкен көнім аманат. Есікпен төрім, думан, қазынам кенім, жиған аманат. Зер белбеуім, аманат, кемер. Көрім, аманат, енер. Ал, дүние. Қылғымбай, тірлік көгенде, аспанмен ойша теңестім, дегенмен өмір өлеңде Абайда Пушкин емеспін. Айтыла берер артықке мөкпартпа жырға қайын. Болған соң адам қайтып мен. Бәріңе бірдей жағайын. Оқыңдар, зерттеп таныңдар. Сол үшін тудым ақын боп. Өлмейін десем, жаным бар. Өлейін десем, қақым жоқ. Рахмет сіздер. Өздеріңізге өлең әлемін аралатып, рухани кеш сыйлаған Иранғайып ағамыз, Атырау облысы әкімінің атынан ықылас күлі. Кештің қорытынды құттықтау сөзі Атырау облысы әкімінің орынбасары Бейсенбиев Жасұлан Орағұлына ұсынылады. Қадірлі атыраулықтар, құрметті Иран аға, тағы да кештің соңы болса да Атырауға қош келдіңіздер дейміз. Облысымыздың басшысы Серік Жамбыл Шапкеновтың атынан өзіңізге деген ерекше ықыласын, көңілін жеткізуге рұқсат етіңіз. Бүгінгі шара расымен де мына жаздың, ыстық жаздың аяғында жаңа бір көктемгі күзгі маусымның бастауы болып жатыр. Біз күзде әдетте осы театрдың сахнасында көптеген шараларда кездесетініміз. Бүгінгі шара расымен де осы үлкен бір маусымның бір көрнекті бастауы болып жатыр. Сіздің бүгінгі өлеңдеріңіз, өткір өлеңдеріңіз, рухты өлеңдеріңіз расымен де атыраулықтардың көңілінен үлкен орын алатыны сөзсіз. Атыраулықтар сізді жақсы көреді. Өзіңізде жаңа
бір шет жағасын атап өттіңіз. Осы театрдың академиялық статус алуына өзіңіздің бір атқарған еңбегіңіз орасан зор. Сондықтан да бұл Атыраудың мәдениетінің тарихында сіздің ісіңіз үлкен әріптермен жазылатыны сөзсіз. Көп рахмет осындай тамаша кеш сыйлағандарыңызға. Әрдайым да сізге тек қана шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Жалпы Атыраудың жұртшылығы атынан, облысымыздың басшысының атынан тағы да ерекше сый құрметімізді қабыл алыңыз. Енді қазақтың дәстүріне сәйкес өзіңіз атап өттіңіз, апай келе алмай қалды. Дегенмен де ортамызда өзіңіздің қызыңыз бар, ортаға шақырып үй-сыйпатыңызды. Ортада ардақты ақынның аяулы перзенті Ақмұнар Иранбекқызы, қошеметтеріңіз болсын. Бүгінгі кешке негізі Дариға анамыз келу керек болатын белгілі себептермен келе алмады. Осынау сәлемімізді, осынау ыстық ықыласымызды қызы арқылы, перзент арқылы жеткізгіміз келеді. Қабыл алыңыздар. Алтын уақытын бөліп келген ардақты ағайын, өздеріңізге де айтар алғыс шексіз. Көңілдің көкжиегін кеңейтер, жанның сарайын жадатыра, жақсы кештерде жолыққанша аман сау болыңыздар.